Сәлем достар, бұл сыр білім парақшасы, және де мен Анель Нұржаубаева, сексолог, тренермін. Көптен бері еркек оқырман арасында осындай сұрақ келеді. Төсек қатынас кезінде мүшем түсіп қалады, да? То есть эрекция түсіп қалады, эрекция жоқ болып кетеді. Яғни мүшенің тұруы, бұны эрекция дейді. Төсек қатынаста түссе, және де еркек адам ары қарай жыныстық қатынасты жалғастыра алмайды, да? Бұның себебі неде, және де не істеу керек? Әрине, бұл үлкен мәселе, себебі еркек адам әйелді қанағаттандыра алмайды, да? Осындай бір пенетративті жыныстық қатынас, яғни мүшенің, еркектің мүшесі пенис, әйелдің қынабына да кірмеуі, ол уже үлкен бір мәселеге келеді. Енді оның себептеріне келейік, да? Себептері психологиялық және де физиологиялық болуы мүмкін. Психологиялық деген не? Төсек қатынаста, мысалға, осындай мәселе бар еркектер, сіз байқаңыз, қай кезде сізде түсіп кет. Мүмкін бір ойлар пайда болды. Кейбір кезде еркек адам басқа бір нәрсені ойлап кетсе, все, эрекция түсіп кетеді. Яғни осы ой сізді бұзып жіберді, да, и желание қашып кетті, да. Мүмкін желание болды, бірақ бірдеме бір әсер, да, біреу сөйледі, біреу дыбыс шықты ма, немесе әйел бірдеме, да, әйеліңіздің бір реакциясы мүмкін, иісі, да, кейбір кезде өте көп естігем, еркектер айтады, әйелден иіс шығады. Ол да үлкен себеп болуы мүмкін, яғни төсекке деген қызығушылық қашып кетеді. Бұл да бір психологиялық тұрғыда себептер. Оның себептері өте көп болуы мүмкін. Сол үшін осындай мәселе бар болса, еркек адам өзі психологиялық тұрғыдан қандай ой келді, менде түсіп кетті, да, содан іздеңіз. Бұл біріншісі, бұл психологиялық тұрғыда. Енді физиологиялық тұрғыда айтатыным, мен дәрігер емеспін, да, емдейтін дәрігер емеспін, мен уролог, андролог маманы емеспін, бірақ осында видео түсіргенде мен міндетті түрде білікті мамандармен сөйлесем, сұрайым, да, мен білетін маман, уролог, андролог маманы осы видеоның астына қойып қоямын инстаграмда и парақшасын. Ол кісі айтқан, әрине физиологиялық тұрғыда еркектердің гормоналдық өзгерістер болуы мүмкін, ол да әсерін тигізуі мүмкін. Гормондарды тексеру үшін әрине сіз ең алдымен уролог, андролог маманына барасыз, ол сізге жазып береді, да, тізімін қандай гормондарды тапсыруыңыз керек. Соның ішінде көбісі ойлайды, мысалға тестостерон, да, еркектің ең басты осындай бір еркекті гормоны. Оны кейбір адамдар, менің тестостероным аз, и оны ішеді, олай болмайды. Сіз міндетті түрде любой гормоналдық гормоналдық емді алғанда міндетті түрде дәрігермен сөйлесу керек, себебі гормондар бұл бір ойыншық емес, да, былай өз-өзін. Потому что бізде өкінішке орай адамдар жақсы көреді өз-өзіне бір дәрі, ой, анау кісі мынандайды ішті, мен де осындай ішейін. Особенно гормоналдық вообще болмайды. Себебі одан ары эрекция мәселесі күшейіп кету мүмкін, мүше мүлдем тұрмау қалу мүмкін. Онымен ойнамаңыз. Вообще кері әсер көп, это противопоказано, запрещено, да, бұл тыйым салынған ондай нәрселер. Сол үшін ең алдымен гормонды тексеру керек, да, содан да болуы мүмкін. Негізінен мүшенің тұруы, қаншалықты сіз төсекте ұзақ, да, бұл да бәрі психология тұрғыдан, яғни ойларға байланысты. Сол үшін сіз екі жақтан да тексеріңіз, да, әсіресе дәрігерге бармаған адамдар. Мен айтпақшы, бір бөлек видео түсірім келеді, неге бізде дәрігерге бармайды. Бұл өте бұндай қоғамдық маңыздылығы өте зор видео болады деп ойлаймын, себебі бұл үлкен мәселе, да, то есть көптеген адамдар осылай жүре береді. Ал неге емдемейді, неге бармайды? Сондай енді мен опрос жасағам, себептері өте көп, соны ашық айту керек, да, бұл да бір менің жоспардың бірі. Сол үшін гормоналдық түрде, егер де сізде бір өзгеріс бар болса, оны тек дәрігердің қарауымен, да, сіз қолданасыз. Сосын ем алып болған соң қайрайсыз, өзгерістерді қайтадан барасыз. Дәрігерге сіз бір рет бармай қоясыз, бір рет барасыз, сізге ем жазып береді, сосын бір ай, өздері айтады, бір ай или 2 аптадан соң келесі қайтадан қараласыз, да. То есть солай, себебі өз-өзіне осындай дәріні жазсаңыз, өзіңіз қабылдасаңыз, сізде мүлдем денсаулық быт-шыт болып кетуі мүмкін, да, осы деңгейге жетпеңіз. Сол үшін көптеген әйелдер, мен байқадым, сразу өзінен іздейді, ой, мен осындаймын. Ол сізден де болмауы да мүмкін. Егер де сіз өз таза ұстайсыз, да, в
принципе өзіңіздің екі ара қарым-қатынаста ешқандай мәселе жоқ болса, скорее всего еркек немесе стресс болуы мүмкін, немесе екеуі бір күйзеліс та ойлары осындай бірдеме болуы мүмкін, что төсек қатынаста еркек адам толығымен төсек қатынасқа кіре алмайды, олдан болуы мүмкін, немесе бір өзге себептер сыртқы да, бұл да болуы мүмкін. То есть мына жерде еркек адам өз-өзімен жұмыс жасау керек, өзінің психологиялық тұрғыда себепті іздейді. Егер де сізге қиын болса, мысалға там гормондар бәрі там физиологиялық тарапынан сізде бәрі жақсы, әйеліңіз күтінген, в принципе бәрі нормально, бірақ бәрі бір сізде да что-то болмай жатыр, все равно психологқа барғаны жөн, себебі көптеген мәселелер психологиялық тұрғыда. Оны адамдар көп, мен оны көп айтамын, егер де адам өз-өзіне көмектесе алмаса, егер өзі білмей жатыр, ізденіп жатыр, ойлап жатыр, ешқандай ой жоқ, ешқандай причина білмей жатыр, неге мүше түседі, төсек қатынас кезінде, сол кезде психологқа барғаны жөн, сізге осындай себептерін анықтауға көмектеседі, және де мәселе тез арада шешіледі. Тағы басқа сұрақтар болса, немесе осы тақырып жайында сұрақтарыңыз болса, міндетті түрде видео астына жазыңыз. Рахмет, сау болыңыз.